Мына тұмсығымыз дайын тұр. Енді мына ернін жасаймыз, яғни аузы. Ол үшін бүйтеміз. Мына жағын біріктіріп аламыз. Бірінші біріктіріп алайық, сосын көрсетейін сіздерге. Міне біріктіріп аламыз. Ыстық клеймен біріктіреміз. Содан кейін мына үстіңгі жағын шетіне клей жағып бір-біріне қосамыз. Осылай шетін біріктіреміз. Міне қараңыздар, осылай біріктіріп тастадық. Енді сыртынан матамен қаптаймыз. Мына мұрнын, тұмсығын қандай матамен қаптадық, сондай етіп, мына ернінде сондай матамен қаптаймыз. Не болса да созылатын мата болу керек. Осылай дәл қиып алайын кішкене. Мінекей аузын тігіп тастадық. Оны соңара басқа қондыратын боламыз. Енді біздер мынандай мына төбесіне, аюдың төбесіне шаш істейтін боламыз. Анда сіздерде лекалада бар шаш деген. Соны осылай үлкен қиып алыңыздар. Бірінші қара фетрдан қиып алыңыздар. Сосын барып мынадан сәл 1 сантиметр кішілеу етіп, осындай ақ мехтан қиып алыңыздар. Сонда шаш болады. Мынаны клеймен жапсырып алыңыздар. Үстіндегі мехін. Сосын бұны аюдың төбесіне жапсырып тастайтын боламыз. Тігіп тастаймыз немесе жапсырып тастаймыз.